Шырмалған тағдыр 11-ші бөлім бүгінгі сериясында өте қызықты эпизодқа толы болады және Қазым мен Маджиде бір-бірімен кездесе бастайды. Олар еріксіз бір-біріне ғашық болған еді. Сол жайлы Қазымның әйелі бүкіл тікелей эфирден экраннан жаңалықтан шығарады. Менің күйеуімді тартып алды. Ол Маджиде деген жас қыз дейді. Осылайша ол әйеліне ренжіп және де Маджидшенің жағында журналистер болатын біліп барлығына ескертеді. Осылай келе жатқан кезде журналистің бары қаптап: «Маджиде ханым, сіз біреудің күйеуін тартып алдыңыз ба? Ұялмайсыз ба? Не деген арсыз әйелсіз?» Жан-жағынан барлық қоршалап дымын қалдырмай жатыр. Маджиде не істерін білмей есі ауған күйде есінен танатындай жағдай болған кезде Қазым келіп құтқарып алады және Қазым екеуінің алғаш рет тиіскенін есіне алған Маджиде бір сәтке есінен танып, не істерін білмей: «Кет, кет, енді маған жолама» деп қашады. Бірақ бәрібір Қазым ізінен қалмайтын айтады. Осы кезде Қазымға Ахмет келеді. «Сен неге менің қызымды тартып алдың? Мен сенен кегімді аламын». Осы кезде Қазым: «Кәні ұр мені, ұр, кегіңді алатын болсаң дәл қазір ал» деп айқайлайды. Бірақ Ахмет басқалай алатынын іштен ғана ойлап тұр, өйткені қорқады. Ал мында тікелей эфирде шыққан өзін мақтан еткен Ахметтің бұрынғы ғашығы мен және Қазымның әйелі: «Дұрыс жасадың, сен дұрыс жасадың» деп бір-бірін қолдауды айтып жатыр. Маджиде болса болмай шыдамай Сараға келіп құшақтап: «Енді мен не істеймін? Бүкіл ел мені масқара қылды. Енді мен қалай көшеге шығамын?» деп жылайды. Ал мында Қазымның әйелі Нини оған Қазым айқайлап жатыр: «Сенің есің дұрыс па? Біздің әлдеқашан ажырастық. Біз екеуміздің арасында ешқандай махаббат жоқ. Біз екеуміз тек байлықпен ғана үйленгенбіз. Сен есеппен ғана тұрмысқа шыққансың» деп. Ал мында Джихангир, яғни Джихангирдің арнайы ойнайтын осындай казиносы бар екен және ол казиноға келіп бір адамға хат жасады. Сөйтсек ол әдеттегі, қазір артын айтамын, әзірге тікелей эфирге қосып қойған Нини Маджидке келеді. «Кешір, мен күйеуімді қайтаршы, мен күйеуіме жолама» деп өзінің жаттанды сөздерін айтып жатыр. Біз бір күйге түсіп, оны барлығы тікелей эфирден көріп жатыр. Осы кезде Маджиде ештеңе білмейді. «Кет, шық, ештеңе тыңдағым келмейді» деп айқайлап жатыр. Ал Нини болса өтірік жерге құлай кетіп: «Кешір, мені итерме, мені ұрма». Осылай өзін кәдімгі аяусыз өзін мүсәпір жан ретінде көрсетті. Джихангир болса қасында Маджидтің анасын ертіп алған. Екеуі үлкен казинода «Бүгін бізге жеңісті күн, біз бүгін ұтамыз» деген секілді сөздерімен өздерін ең бай әулеттегі ойыншы ретінде көрсетті. Джихангир мен нағыз қосылған Маджиденің анасы бірге. Бірақ Маджиденің анасы өте кәрі ғой. Десе де олар ақша үшін осындай қадамға келді. Байлардың арасында отырды. Ал мында Нини жалынып жатыр Қазымға: «Қазым, мені қума, мен сені жақсы көрем» дейді. Алайда ешқандай жақсы көрмейді. Қазымның байлығы үшін жүрген екен Нини. «Нини, кет, мен сені көрмеймін, біздің арамызда бәрі біткен. Енді осында тұрасың» деп қоқыс сияқты ең кедей ауданға әкеліп тастайды. Қолында кішкентай ақшасымен кірген кезде оны жезөкше деп ойлап қалады. «Сұлу қыз, ақша табуға келдің ба? Бұл жердің клиенттерінің барлығы менікі, мен осы жердемін» деп таныстырады. Ал мында көшеде отқан Маджиде мен Сара оған адамдардың бәрі бір түрлі көзбен қарап: «Мынау әлгі қыз ба? Әлгі біреудің байын тартып алған ба?» деп өзектеп бара жатыр. Анасы, Маджиденің анасы болса өзінің бөлек пәтерінде ол ойланып жатады. Осы кезде оған Джихангир хабарласады: «Сені сағынып кеттім, қайдасың? Менің туған күнім болады, соған шақырайын деп едім» деп. Ал Шермен болса: «Шермен, ол жас бала ғой, мен оған ғашықпын» дейді. Ал Маджиденің анасына ғашық екен. Әлі де сене алмайды. Қазым оның үйден қуып жібергені және көк тиынсыз. Десе де Нини бір жолын табады. Ол әрине Ахметке барып бірігіп кек алу еді. Маджиде мен Қазымнан. Солай Ахметтің үйіне ауған Ахмет үстіне шешіп салып біртүрлі ұйықтап жатыр. «Тұр, біздің бүгін күніміз, бүгін бізде күшті жоспар болады» дейді. Осы кезде Ахмет:
сен нағыз шайтан екенсің, шайтансың дейді. Ал мұнда Мачиденің анасы әлі де сөйлесіп жатыр. Бір-бірін ұнатқанын айтады, бірақ Шермен жас қыз сияқты өзінше тезірек туған күнмен қалмай кел деп айтып жатыр. Ал мұнда барлығын ысырып қойып, Мачиде өзінің сезімін растау үшін жұмыс алдына келіп, елдің алдында Қазымды сүйісіп жабыса кетеді. Мен сені сүйемін деп айқайлайды. Барлығы оларға қарайды. Десе де ешкімнен қорықпай бір-бірімен жабысып, сағызға таласып қалады. Көшенің ортасында, машиналардың қасында. Сонымен сенің қандай жоспарың бар? Маған тезірек айт. Ахмет шыдамсызданып жатыр. Нене болса асықпа, бүгін Жиһангердің туған күні. Сол Жиһангердің туған күнінде осындай жоспар құрамыз. Сен Матиден алып кетесің деп жоспар құрып жатыр. Жиһангердің туған күні, оған барлық байлар келеді, және ол теңіздің жағасында туған күн жасайды. Анасы да, барлығы да бар. Тіпті ол тойға, туған күнге Матиденің анасы да екеуі де барады. Мачиде таңғалып қалады. Сен неге келесің деп. Анасы, мен де туысқанмын дейді. Ал мұнда жоспарларына қуанып келе жатқан Ахмет пен Саршайтан. Тойға туған күніне келген Матиденің анасы Черменге Жиһангер өлердей ғашық. Қандай әдемі болып кеткенсің, көйлең тіпті ерекше дейді. Матиден Қазымның анасы, мен саған әңгіме айтуым керек деп оңаша шақырады. Солай, тыңдашы, менің 3 ұлым бар, үшеуі де бірдей, бірақ олар бір қыз үшін қас, яғни сен үшін бір-бірін көрмеге де кетуі мүмкін дейді. Осы кезде Қазым келіп Матидені құтқарады. Олай екеуі бір-біріне махаббат көзбен қарап, жүр кетеміз деп көңіл көтереміз дейді. Ал мына жерде Матиденің анасы Черменге Жиһангер тағы да келеді. Маған қандай тосын сыйың бар деп. Осы кезде ол міне саған сыйлығым деп қолындағы бір 2 тасты көрсетеді, яғни ойын тасы. Ол таңғалып қалады. Рахмет деп, алтыннан жасалынған ойын тасы, арнайы осы Жиһангер үшін жасатқан екен. Ақшаны қайдан тауып алды десейші, кредитке алып алған шығар. Шермен ғашық болып қалды жас жігітке. Жиһангердің осындай үлкен туған күні болады. Торты да бір өте ерекше екен. Байлар болғаннан кейін осындай ерекше етіп жасайды. Ал осы кезде Қазым барлығы аяқта, тіпті жасырынған Нене де келеді. Тіпті Ахмет те барлығы жасырынып тұрады. Осы кезде туалетке кетіп қалған, тіпті телефонды тастап кеткен осылай хат келеді. Ол арнайы жоспарлары Ненейдің, Ахмет екеуінің. Бірақ Қасым жіберді деп ойлап қалады, алайда оны Ахметтің бұрынғы сүйіктісі жіберген. Ал мұнда Нене оны масқаралау үшін телефонға түсіріп тұрған. Осы кезде Матиде де баспалдақтан түседі. Қасым тосынсый жасау үшін шақырған деп ойлап қалады қағашын, бірақ ол алдан Ахмет шығады. Ұсталдың ба дейді. Шошып кеткен Матиде қаша жөнеледі, бірақ оны Ахмет дереу ұстап алады. Сен менің қалыңдығымсың, мен сені әлі жақсы көремін дейді. Десе де солай ұстап алғаннан кейін буындырып құлатқысы келеді. Жібер, Ахмет, жібер, мойнымды ауырттың, жібер деп жалынса да жібермейді. Өйткені Ахмет нағыз психтың өзі. Ал ол психқа екінші Саршайтан қосылғаннан кейін ошым 2 псих қосылып бірдеңе жасайды деп жатыр. Десе де осы жерде қашқан кезде Ахметтен құтылып, Саршайтан ұстап береді, яғни Нене ұстап береді. Ол Нене Матидені жібермейді. Ал мұнда Матидеге қайта-қайта қоңырау соққан, бірақ таппайды. Осы кезде Саршайтан қайшыны Ахметтің ішіне тығып, тіпті 2-3 рет тығады да, сосын есінен танып жатқан Матиденің қолына ұстата кетеді. Өйткені Матиденің сотталып жоқ болып кеткенін қалайды. Бұл жағдай Ахметке қызды жібер, өлтірме деп айтып еді дейді, бірақ Ахмет өзінің ашуын ұстай алмай ұрып жіберіп, лақтырып жібергенде есінен танған Матиде соны пайдаланған. Неге олай еттің деп айқайлаған кезде Ахмет Ненеде де өлтіргісі келді. Сол кездері ашуланған ол пышақты еріксіз ішінен тығып, тіпті бірнеше рет соғып алып қолына ұстатқан. Есін жиған Матиде өзінің не істегенін білмейді. Шынымен де Ахметті өлтірдім деп ойлады. Жоқ, мен істеген жоқпын деп айқайлап жатқан кезде ғана Қазым келеді. Сен не істедің, не бүлдірдің деп таңғалып қалады және шошып кетеді.
осылайша жоқ мен істеген жоқпын, менің ешқандай кінәм жоқ, ол өзі мені осылай ұстап қинайын деп жатыр. Осылайша жалғасы бар.